Сәлем достар, бүгін сіздер өте қызықты әрі мұқияттылықты талап ететін логикалық сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Видеомызды бастамай тұрып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал енді видеомызды бастаймыз. Мэри танымал актриса, ол бүгін марапаттау салтанатына барады. Оны атақты кинорежиссер шақырған болатын, сол себепті Мэри сондағының бәрінен де әдемі болғысы келеді. Мэри ертерек тұрды, сосын оған көрер әдемі көйлегін әкеп берді. Актриса өзіне өзі макияж жасап алып, ары қарай сұлулық салонына барады. Міне енді Мэри бәрін бітіріп, такси шақырып кеткей жатқанында, ол өзі сұлулық салонында отырғанда өзінің сумкасын жоғалтып алғанын біледі. Сөмкеде өте қымбат болатын, сол себепті Мэри детектив шақыртады. Детектив бірден келіп, салонның қызметшілерін тергей бастайды. Джейни өзінің Мэриге шаш үлгісін жасағанын айтты, ал ол жұмысын бітіргенде сөмке Мэридің қолында болғанын айтады. Сьюзен Мэриге маникюр жасағанын және де ешқандай сөмкені көрмегенін айтты. Ал Анна болса, Мэриге толықтай әдемі макияж жасағанын, бірақ Мэридің сөмкесін байқамағанын айтты. Осы сәтте детектив сөмкені кім алғанын бірден тапты. Ал сіз қалай ойлайсыз, ол кім? Жауабы ол Анна болатын. Себебі Мэри макияжды өз үйінде жасағанын айтқан болатын. Сол себепті Анна оған макияж жасамаған еді, бірақ өтірік айтты. Демек ол Мэридің қымбат сөмкесін алып қойды. Робби, Джим және Скотт үшеуі достар болатын. Олар жазғы демалыстан кейін мектепке келгеннен соң бір-біріне өздерінің демалыстарын қалай өткенін айтып мақтана жарысты. Робби үйінде күшігімен ойнаған, ал Скотт болса ауылдағы апасына барып өзенге шомылғанын айтады. Бірақ олардікіне қарағанда Джимнің демалыс күні жақсы өткен сияқты. Себебі ол өзі ғана жалғыз табиғатқа серуенге шығып, сондай-ақ шатырдың астында түнелтіп, қоянды көргенін айтып, және де көптеген суреттерге түскенін, суреттер түсіргенін айтады. Бірақ Джимнің екі досы әлгі суреттерді көргеннен кейін Джимнің өтірік айтып тұрғанын бірден біледі. Сұрақ: олар не үшін бұлай деп ойлайды? Егер байқаған болсаңыздар, мына бір фотода Джимнің өзі бейнеленген. Бірақ ол саяхатқа өзі жалғыз барғанын айтады. Бірақ мына фотоға қарағанда оны басқа біреу түсіріп тұр. Демек Джим саяхатқа үлкендермен ғана барған. Питер кеше ғана жануарларға қызмет көрсету орталығынан кішкентай күшікті асырап алған болатын. Ол ұйықтап таңертеңгісін оянған кезінде бөлмесінде сомдық шашылып жатқанын байқайды. Бұның барлығын кішкентай күшік жасаған сияқты. Питер өзінің кейбір заттарының қай жерде қалғанын да білмейді. Қанекей достым, Питерге көмектесіп жүр. Оның іздеп жатқан заттарын тауып берейік. Қанекей достым, атақты мультфильмдердің кадрларынан 4 өзгешелікті іздеп тап.
Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып бізді қолдап кетіңіздер, және де бізде бәрі бармен бірге ақылды болыңыздар, сау болыңыздар.